Құрметті Эльвира Әбілқасымқызы, қадірлі комиссия мүшелері, мен жаңа өзім алдында сөйлеген әріптесім Айдарбек Асанұлының ұстанымын толық қолдаймын. Ұлттық валютаны конституция деңгейінде бекіту мемлекеттің экономикалық егемендігінің маңызды көрінісі әрі қаржылық тұрақтылығының негізі болып табылады. Сонымен қатар, ақша жүйесінің тұтас және логикалық аяқталған конституциялық моделін қалыптастыру үшін бұл норманы ұлттық валютаны шығаруды жүзеге асыратын және ақша кредит саясатының тұрақтылығын қамтамасыз ететін уәкілетті эмиссиялық органды айқындайтын ереже мен толықтырудың маңыздылығы зор. Ақша айналымы қаржы жүйесінің негізгі элементі ретінде тек белгіленген валютаның болуын ғана емес, сонымен қатар оның шығарылуына, реттелуіне және тұрақтылығын қорғауға жауапты институттың да нақты анықталуы қажет. Мұндай конституциялық бекіту құқықтық айқындықты, институционалдық тұрақтылықты және қаржы жүйесінің болжамдылығын қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл цифрлық қаржы құралдарының, виртуалды активтердің және экономикалық айналымында кеңінен қолданылып келе жатқан басқа есеп айырысу құралдарының белсенді дамуы жағдайында ерекше өзектілікке ие. Олардың болуы мемлекеттің ресми ақша бірлігі мен заңды төлем құралы мәртебесіне ие емес өзге қаржы активтері арасындағы нақты конституциялық айырмашылықтың маңызын арттыра түседі. Эмиссиялық органның конституцияда айқындалуы ұлттық валютаның тұрақтылығын қалыптастыратын және оған кепілдік беретін институтты нақты көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде қаржы жүйесіне деген сенімді нығайтады. Осы тұрғыда ұлттық валютаны шығаруға айрықша құқық берілген және ақша кредит саясатын жүргізуге жауапты жалғыз эмиссиялық орган ретінде Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің рөлін конституциялық деңгейде бекіту жүйелі әрі негізделген шешім болып табылады. Ұлттық валютамен қатар эмиссиялық органның да айқындалуы экономикалық өзгерістерге төтеп бере алатын тұрақты қаржы жүйесінің негізін қалайды. Осыған байланысты конституциялық құрылыс негіздері атты бірінші бөлімде теңгенің мәртебесін мынандай редакцияда бекітуді ұсынамын. Қазақстан Республикасының ақша бірлігі, ұлттық валютасы теңге. Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне теңге эмиссиясының айрықша құқығы тиесілі.